Ақындар айтысы Арқалықтың атақты ақыны Қонысбай Әбілов. Қонысбаймен айтысатын Алматы қаласының ақыны Ерік Асқар. Қарадай жасқан шақтап батыл кессең, тырнағын тоқырауың батырды шын. Халқым-ау, Наурыз көжең құтты болсын, ел болып өздеріңше жатырмысың. Ей, 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 өртейді бір өкініш өзегімді, шет қақпай қылды екен деп неге бізді, Наурызды дінге апарып шатастырып, қанша жыл келе қылды көжемізді. Ай, 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 қазірде жайымыз жоқ мақтанарлық, кезінде талай-талай атқа қалдық, ұсталған 37-де атамыздай әзердеп тілімізді ақтап алдық. Ай, 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 Алатау Ақжаулықты асыланым, көргенде көңіл қалай тасымаған, төсіңде бауырларым басын қосты, жан-жаққа тарадай боп шашыраған. Ай, 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 Ерікжан сыртқа салар айбарым ай, түріңнен кетпеймін бе айналып ай, балама айырбастар бауыр едің, өзіңе қарсы салып қойғанын ай. Ай, 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 Ассалау мәғалейкüm, мен бастайын, жарқылда қызыл тілім алмастайын. Құмарын қалың елдің бір қандырып алдында, жақсағаның ой қастайын ай. Қонысбай сый білетін інің едім, жарасып сыйластықпен жүріп едім. Қонысбай әнге салса құбылтар деп, менің де түрлендірген түрім еді уай. Көп болды-ау елге сәлем бермей кеттің, көп болды-ау елге сәлем бермей кеттің, аспанын астанаңның көрмей кеттің. Өкпелеп қалдың баға қазағыңа, айтысқа бір жыл бойы келмей кеттің. Ой, әгей-гей-гей-гей, көп сұрап сағындық қой ағаны біз, алдымен құтты болсын қадамыңыз.
Жабылған облыстан газет аштың, және де құтты болсын талабыңыз. Ой, гей-гей-гей-гей. Азырақ сөзді бұрып сол жайын-ай, қадари халымша мен толғайын-ай. Күн туған бастарына тыныш күнді, пашіркін Маңғыстау мен торғайым-ай. Ой, гей-гей-гей-гей. Білмеймін қай басшының бүлдіргенін, ел жайы қиындап тұр бұл күндері. Жапқанда қасиетті екі отауды, білмеймін кеңігенін кімнің жері. Ой, гей-гей-гей-гей. Далаңның ен дәулетін тонайын деп, құныққан аш қасқырдай ағайын көп. Жапты ма торғай жерін тоз-тоз қылып, мұнайын Маңғыстаудың талайын деп. Ой, гей-гей-гей-гей. Демегін көр жерденім ән қылады, қызмет таппай қазақ қаңғырады. Жабылған облыстан үлкен елдің баллары үлкен жерге барды бәрі. Ой, гей-гей-гей-гей. Облыс болса егер қажетіңіз, ашынып ел алдында сөз етіңіз. Ағасы осы жайлы не жазуда, отырған сіз қол қойып газетіңіз. Ой, гей-гей-гей-гей. Лапылдап кеудеге сөз кеп тұрғасын, мысымды талайлардан еттім басын. Мәқамын өзгертіпті елгінім, қалайық сындырыңдар шөптің басын. Ай-ай-ай-ай-ай, 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 ай-ай-ай-ай-ай. Ақындар жүрегінен күйақтарар, халықтың еркетайы сияқты олар. Мәқабын ерік мұңдап құбылтқанда, бір әнмен айтқан маған ұят болар. Ай-ай-ай-ай-ай, 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 ай-ай-ай-ай-ай. Ерік жан басқа әзіл таппадым-ай, жаныма мына сөзі батқанын-ай. Әлдилеп қолынан бәрі түсірмеген, халқыма өкпелеуден оу, сақта Құдай-ай. Сызылтып кемпірбайдай ау сәнім менен, өлсем де асқағанге салып өлем. Айтысқа өткен жол ау кел алмадым, газеттің жаңашылған қамым менен. Осынау өмірімді ау қызық еткен, өнерді биік қоян қызметтен. Ақын деп тани келім ау қоныспайды, жүзіге бір редактордың оу жүзі кеткені. Айттың ғой мұңы жайлы ау арқалықтың, қайғысы деледім мен бар халықтың. Патшаға қарсы шығып ау ат үстінде, арайын октябрьдің қарсы алыппен. Демеймін торғайымның ау топырағы, ерекше тоқырауда тоқырады.
Күйзеліп елім қалды ал басшысы төріңде министр боп отыр әлі. Тіліне қыздырманың ермеу керек, кінәні тек халықтан көрмеу керек. Торғайым артқа тартқан болса бәрін, хатшысы неге жауап бермеу керек. Көп жүрміз бұндайларды өмірімде, айтатын сөзім көп қой көңілімде. Осы дізгілеп осы жайдың барлығында газеттің жазам әрбір нөмірінде. Ерік жан кезек күтіп қалмасында, өлеңін нағасының жалғасында. Көп болды аттының ізін салмағалы, айт отыр не ғажап бар Алматыңда. Сұраққа жауап таппай қаламыз ба? Жабылды екі облыс даламызда. Бірақ та секретарлар кінәлі емес, бар пәлем Мәскеудегі ағаңызда. Ой, гигай. Талайдың қала жаздап табанында, бұл күнде ел болуға жарадыңда. Жабыла жаздады ғой Алматыңда, Хрущевпен Жүсіповтің заманында. Ой, гигай. Тарихтың көп сөйлесің кәрі киын, демегін жырлап айту бәрі қиын. Қазаққа президент сайланбаса, ей халым қал жағдайың әлі қиын. Ой, гигай. Ол күні думан келім қалар дейсің, мас болып мас күнімдір қанар дейсің. Алматы бізден көрі сіз білесіз, жаңалық онша-мұнша не бар дейсің. Ой, гигай. Жаңалық Астанадан ел күреген, көбіні аңқау елім сенді деген. Жақында бір сұмдықты өсектепті, Әзімбек Әселханмен өлді деген. Ой, гигай. Әрине әр халыққа ниетім дұрыс, дегенмен аздығыңнан кету дұрыс. Әлемді шарласаң да еш қаладан таппайсың біздегідей жетім бұрыш. Ой, гигай. Сырттағы Алматыға келмей жатыр, дидарын Астананың көрмей жатыр. Газеттер жар салса да жаңаланға, есімін тұрарының бермей жатыр. Ой, гигай. Алматым талайларға арман қала, көгінде көп жұлдызы жанған қала. Дұшпаны не десе де о десінші, жайнатып Димаш ағам салған қала. Ой, гигай. Бұл
сөзім маған сор боп тием екен, біреулер байбаламсап күйем екен. Сонда да ел жұртыма ризамын, ағасын әлі күнге сүйеді екен. Ой, Алматым ақ жұлдыздай аққан қала, жоғалтқан көп асылын тапқан қала. Халқының ар-иманын оятпаққа медресе ашайын деп жатқан қала. Ой, гигай. Қосаға өкпелемі жөнелдің деп, ан жерге барғаныңда не көрдің деп. Еліме бір ауыз сөздің жайында айтайын, сосын ойлайым келермін деп. Ой, гигай. Ел сөкпес аллатымен жырлағанды, ар-иман сақтап қалар бұл ғаламды. Алдымен үлгі беріп жігіттерге, бермекпін медресеге бір баламды. Ой, гигай. Тиегім ұшып кетіп жарамадың, сен мен ау ел алдында қараладың. Ағайын шоқынуға аз бол, аз қалдық қой, мұсылман болсын шенді балаларың. Ой, ағажан алған жоқпын жағаңыздан, сондықтан құтылармын табаңыздан. Бұл әдет мен білмеймін жұқты мекен, кешегі Қабды Жәлел ағамыздан. Ой, гигай. Елік жаныным едің, еріп жүрген, жанымда ақ бүкіндей желіп жүрген. Ойына келген сөздің бәрін айтып, қызығын жариялықтың көріп жүрген. Халқымыз болып қалған шошымалы, бұл сөзің біздер үшін тосын әлі. Аузыңды Москваға салған кезде кейбіреу тыңдауға да шошынады. Біреулер жаман науқан ашқан еді, кеудесін ағамыздың баспақ еді. Мен неге айта алмайын торғайымды, кезінде Димаш ағам ашқан еді. Жағдайды інішегім байқадым деп,
өкініп талай басты шайқадым көп. Өмірі еш жамандық көргенім жоқ, алғыстан басқаға ма айтарым жоқ. Қашанда зиялы ақын сүйкімді ғой, бірақ та шауып кету бір түрлі ғой. Кей сөздің жалаң ұран боп барады, Ерікжан сенің қолың митингі ғой. Бағаңды бір адамдай білер едім, қашанда саған табыс тілер едім. Тұсында төңкерістің туғаныңда басқарып қызыл отау жүрер едің. Әр заман мен әр түрлі жасар едім, қай кезде осы әніме басар едім. Тұсында төңкерістің тұра туғанымда, малымда Қытай асып қашар едім. Ой, елімнің жүрер едім өк екпіні боп, жалындап аузындағы өрттілі боп. Ерікті митингіге жіберші деп, келерен қызыл отау лектірі боп. Ой, демеймін әнін аға күндейді ғой, сөйлейді суырылы бұл дейді ғой. Мәскеуден неге қорқам қонысаға, Горбачев қазақша тіл білмейді ғой. Ой, сол жайды ерік өлең саралайды, сондықтан Кремльді жағалайды. Қазақша тіл білем деп бізді алдаған, Колбинда тіл мәштіққа жарамайды. Ой, ағаңа сен ереледің, болмаса телевизордан көрер едің. Малайдап Қытай асып кеткенменен айтысқа бүгін мынау келер едің. Төңкеріс бүгіндағы болып жатыр, көкейге талай істер қонып жатыр. Парасат жарасады шын ақынға, айғайшыл бізсіздағы толып жатыр. Ерікжан шаршаған жоқ жағың әлі, айтыста сынған жоқ қой сағың әлі. Горбачев қазақшаны білмегенмен аударып беретін жан табылады. Мәрттіктен асар сірі қылық бар ма? Тәнтіміз қашан делдік ғұрыптарға. Мен құсап Горбачевті сөз қылам деп, қоныспай партиядан шығып қалма. Ой, әгей
әрдайым осылайша жарасайық, ағыны құбылаға қарасайық, қайтейін жағаласып жақсағамен, осымен мен бітірдім тарасайық. Ой, әгигигигай. Шықпа деп партиядан сен өтіндің, тіліне жақсылардың еретінмен. Сынаптай заманамыз өзгергенмен, бояуын өзгертпеймін билетімнің. Сөздері қалып жүрген елесінде, ерікті халқым жақсау көресің бе? Бәйгеге басын тігіп жүрген ұлдың үйі жоқ, сенбейсің бе, сенесің бе? Шын асыл қай кезде де топтана ма? Кейіндер жоқ бола ма, көп бола ма? Осындай еңіреген жігіт үшін Қарағос Алматыға көп бола ма? Еріктей сыртқа салар ұлыңыз бар, аямай алақанды ұрыңыздар. Ерікке пәтер беру керек деген бауырлар, орныңыздан тұрыңыздар. Әнеге керек болар кешірімде, танытып жүрген қалай талай есімінде. Қазақтың қаулап өскен ұл қыздары, пәтерсіз жүр ғой кісі есігінде. Бұл өзі ауру мекен, індет бекен. Басшылар осы жайды білмеп бекен. Әқіннің барлығына қасым құсап, пәтерден қорлық көру міндет бекен. Зер салам сөздеріңнің ірлігіне, ерік-жан үлес қосқан бірлігіме. Пәтерің болсақ жай ғой қалғандары, сенемін мен етіңнің тірлігіне. Рахмет ағайын. Бағасын береген қазылар. Қонысбай Әбіліп, Арқалық Әбіліп 10. Барлығы да 10. 70 ұпай. Ерік Асқаров, Алматы. Барлығы да 10, 70 ұпай.